Заман өзгерді, жылдамдық артты, цифрлық әлем күн сайын кеңейді. Ақпарат тасқынында адаспау үшін ақыл керек, талдау керек. Жасанды интеллект мүмкіндік, бірақ шешім адам қолында. Ал сол шешімді саналы қабылдауға білім жол ашады. Біліммен өсетін ұрпақ қоғамның тірегі. Қоғамға бағыт беретін ұстаз сол ұрпақтың жол серігі. Мен цифрлық дәуірде қоғамға бағыт беретін информатика пәнінің оқытушысымын. Мен Маматқасым Сара Маматқасымқызы 60 жылдық тарихы бар Ғани Мұратбаев атындағы Жетісай гуманитарлық техникалық колледжінде 2009 жылдан бастап информатика пәнінен дәріс беріп келемін. Қазіргі қоғам білім мен технологияның тоғысқан кезеңі. Цифрлық сауаттылық таңдау емес, қажеттілікке айналды. Осы жолда менің басты мақсатым студенттерге тек теория үйрету емес, оларды ойлай алатын, талдай алатын, жауапкершілік пен шешім қабылдайтын тұлға етіп қалыптастыру. Сабақ барысында мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін, цифрлық платформаларды, визуалды және практикалық әдістерді кеңінен қолданамын. Сонымен қатар, мен әрдайым оқытушылармен тәжірибе алмасуға, жаңа әдіс тәсілдерді бірге зерттеуге және бөлісуге тырысамын. Бұл білім сапасын арттырудың, оқыту процесін жаңартудың маңызды бөлігі. Себебі технология мақсат емес, құрал. Ал құралды дұрыс қолдану білім мен тәрбиеге байланысты. Әрбір студент қоғамның ертеңгі тірегі. Ал сол ертеңге бағыт беру ұстаздың міндеті. Мен өз мамандығым арқылы қоғамның дамуына, саналы ұрпақ тәрбиелеуге үлес қосып келемін. Сонымен қатар сенбіліктерден де тыс қалмаймын. Мен қоғамның бір мүшесімін. Қоғамдық жұмыстарға қатысу менің азаматтық борышым. Қоғам бір күнде қалыптаспайды. Ол уақытпен емес, біліммен өседі, сеніммен бекиді және жауапкершілікпен нығаяды. Әр шәкірт ертеңгі ел тағдыры. Ал әр сабақ сол тағдырға салынған із, болашаққа бағытталған қадам. Өйткені қоғамның шынайы күші заңда да, технологияда да емес, саналы ұрпақта. Ал саналы ұрпақ ұстаздың қолында, ұстаздың сөзінде, ұстаздың жүрегінде. Келіңіздер, бірге үйренейік, бірге дамиық, бірге тәуелсіз еліміздің болашағын құрып, қоғамға өз үлесімізді қосайық.